Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мұхтар Шаханов өмірі және отырар әңгімесі. Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар өңірінде дүниеге келген. Жастай жетіндік көрсе де, өзінің өжеттігі, қайсарлығы, қайраттылығы арқасында білім алып, талмай еңбек етіп, ел құрметіне бөленді. 1219 жылы қыркүйек айында Шыңғысхан жасағы Отырар қаласын 200 мың әскермен қоршап алды. Бірақ қаншама шабуыл жасағанмен моңғолдар қаланы ала алмады. Шыңғысхан қаһарланып, бүкіл қол қырылса да Отырарды алу керек деген бұйрық береді. Күн санап Отырар тұрғындарының жағдайы нашарлайды. Азық су таусылады. Әскер басшысы опасыздық жасап, қараңғы түнде өздері қорғап тұрған қаланың қақпасын ашып береді. Жау сатқындары да қала халқын да қырып салады. Қалаға жаппай от қояды. Сонымен 6 ай бойы берілмеген әлемге әйгілі Отырар қаласының орнында төбе-төбе топырақ пен күл үйінділері қалады. Осы тарихи шындықты ақын Мұхтар Шаханов негізге ала отырып, сыртқы басқыншы жауға қарсы күрескен Отырар халқының ерлік ісін, оның басшысы Қайырханды мадақтап жырлайды. Сол арқылы отанына, еліне опасыздық жасаған сатқанның қай дәуірде де алар сазайын сездіреді. Мұхтар Шаханов оқиғалы өлеңдердің балладаның нағыз шебері. Отырар даңқың қайда төске өрлеген, 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай Отырарды ала алмау, 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы дауыл, сезімі аспан, тек жеңіспен көзін ашқан. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сызат түсті мына сенің арқаңда, деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған болар бәлкім, алдырмай жүр сол қамал. Бірақ әке жүргенім жоқ аянып. Қанша үмітім желге ұшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып, егер бүкпей баяндасам шындықты. Рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен. Тірліктен де артық қойған бірлікті, жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал. Шалаулаусың деп жымайды Шыңғысхан. Қай кезде де айла кескен нарықты, жақын барып үңілместен жауына, шығам деме ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба, күшке сеніп адасқан, жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма, болса қайсы, оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ бар кез сенің жүру керек басында. Менің күллі жеңізімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы, ұқтым әке деп жымайды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген Отырар, 6 ай бойғы алапатта жеңілмеген Отырар. 6 ақ күнде жермен жексен қирады, ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан. Ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. Без бүйрек жау сәбилерді, шал шауқанды, кемпірді, тіпті жүкті әйелдің де ішін жарып өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шарлап мұңлы аспанды. Отырардың аянышты, зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар. Нән қаланың асқақ әні осыменен шектелді. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғысханға ап келді. Оның бірі атаңызға айналған, 6 ай бойы Отырарды құтқарам деп арпалысқан қайраннан. Аман өткен сан алапат майданнан, жүрек шамы ізгіліксіз жалғайтын, қанаттыны талаптыға жалғайтын.
Фараби мен Ясауидің жырларын таңнан таңға жатқа айтудан талмайтын, әрі өзгеше ел басқару мәнері Отырардың Хайыр атты ханы еді. Екіншісі қара мұртты қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға Отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Қайран тірлік бақпенен сор қырқысқан, түлкі сайға қыран өрге тырмысқан, екеуіне алма кезек көз тастап, ұзақ үнсіз ойға шомды Шыңғысхан. Иә, Хайырхан, деді сосын жай ғана, рух ердің өзегі ой қайдада, ең әрісі жеңіл істің өзінде, шешкім келіп тұр өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты, салмақ болып тәніңді әбден қорлапты әбден құлағыңды құнтитып, мұрныңды да кесіп апты шұнтитып. Батырлықтан бағың бірақ жанғана, маған қарап күліп тұрсың сонда да, олар сенің жеңгенімен тәніңді, амал нешік жеңе алмапты жаныңды. Мысқыл күлкің салды маған қаншама ой, шіркін сендей бес қолбасшым болса ғой, қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға, бөлеп дархан күйге мені, бүкіл әлем билер еді аяғымның астында. Ха-ха-ха, ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Ха-ха-ха, қайғылы әрі күлкілі, қайран аңқау дара тұлға, аңғармайсың қанатыңа жасырынған түлкіні, өрлігіңе осы болсын сыйлағаным, саған қидым бұл сатқанның билігін, тұр еді еркін езу жимай күлімдеп, мына әңгіме лезде құтын қашырды, қара шоқы есі шығып дірілдеп, Шыңғысханның аяғына бас ұрды. Ұлы ханым, әділдік пе мұныңыз, өле-өлгенше боп өтейін құлыңыз, Отырарды мен қол ұшын бермесем, оңай жаулап алар ма едіңіз ұлыңыз? Оған дау жоқ, деді Шыңғыс түнеріп, сенен асқан бар ма бірақ тірі өліп, Қастерлінің бәрін жыққан табанға, азған сен бе, әлде мына заман ба? Тым құрыса қасиетті бір сезім, қалу керек емес пе әрбір адамда? Рас, менің нөкерлерім безбүйрек, зұлымдықты ерлік деп те таниды, олар тіпті өкшесімен езгілеп кете алады жазығы жоқ сәбиді, онда да ірі хайуандыққа жете алады төзімі, бәрін өзім үйреткенмін о баста, қаталдық пен аяушылық сезімі, жауынгердің жүрегінде түспеу керек таласқа, түспеу ләзім қос сезімнің дауына. Мен осыған қатты көңіл бөлемін, қаншама иттік етсе де олар жауына, туған жерін сатпасына сенемін, дәмелендің шығарар деп төріне, жетті көзің ол үмітің құр елес, опасыздық жасадың ба еліңе, ертең саған мені сату түк емес. Шарам нешік тұрмын сені тіпті аяп, сорлы отансыз қарайыпсыз қаныңа, қашан мені сатарыңды күтпей-ақ. Алдыңды орап кеткеніме налыма, жақсылығым қайтпады деп арыма, сатқындыққа сатқындықпен тіл қату, ұқсамай ма табиғаттың заңына? Құлақ түрер кім қалды енді зарыңа? О дүние сапарына сатқыным, сеніп аттан әділдіктің барына, нөкеріне бұрылып, қане қылыш ұстатыңдар, Қайсар батыр Хайыр ханның қолына. Тоқта Шыңғыс деп Хайыр хан саңқ етті. Бұл баланың әкесі бар нар текті, адам еді елге сыйлы зиялы, адам еді адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем, сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар, сеніміме содан түскен таңба бар. Мақұл көрсен, әкесін бұл сатқынның, осы араға алдырғаның жөн болар. Келді ме әлде жауынан сыр тартқысы, Шыңғыс басын изеді оған үн-түнсіз, біраздан соң қаба сақал қарт кісі, екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз.
Қайыр айтты: жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан. Қария айтты: сыйлы басым қуарды, жария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол, көнбе мейлің, көнмейлің, әр адымы қиындаған, адал өлім бұйырмаған. Менен сорлы жан бар десең сенбеймін, көрінетін бетім бар ма еліме? Мына сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Азғындықтың соңы бізбен құрысын, сабақ болсын ертеңгі атар күн үшін. Құм мәңгілік бүркей алмас асылды, даңқын көктеп, өтеді әлі ғасырды. Ал қимылда қалды уақыт тым қысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды, асығып тұр мынау залым шыңғыста. Қайыр айтты: иә, қоштасар келді күн, азбан шыңғыс ел тарихын қорладау, ойлап тұрсаң енді бәрі арман-ау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмадау. Шыңғыс айтты: өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бас сауға. Бұйрық еттім түгел қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды. Қария айтты: қателестің, қалады. Жұма бұрын шеткі елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелде, бұл еңбегің жарады, бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны, талай өзен тасып өтер деп. Қайырхан жасқа толып жанары, отырарға қимай ұзақ қарады.